Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін осындай әдемі болып шығатын самсаның қатпарлы қамырын дайындауды көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салқын суымызды құямыз. Үстінен сірке суын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен араластырамыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, қамырымызды илейміз. Қалған жартысын үстінен салып, тағы да илейміз. Кішкене ұнды алып қаламыз. Себебі қазір біз ол ұнның үстіне қамырымызды салып, тағы да илейтін боламыз. Қалған ұнды осылай үстелдің үстіне салып алып, қамырды енді сол ұнның үстіне қойып, илейтін боламыз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді осы қамырды таразыға өлшеп, теңдей 6 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырларымызды осылай 6 бөлікке бөліп алғаннан кейін пакетиктерге салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Бір сағат өткеннен кейін қамырларымызды алып, видеода көрсетілгендей жайып, орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа тағы да қойып қоямыз. Тағы да 1 сағат өтті. Енді тағы да қамырларымызды алып, жайып, видеода көрсетілгендей етіп орап, тоңазытқышқа қалдырамыз.
1 сағаттан кейін қамырларыңызды алып пісіре берсеңіздер болады, немесе морозильникте сақтауға болады. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын қамыр. Бұл қамырдан самса ғана емес, Наполеон торттарын да пісіруге болады. Сіздермен бірге болған мен әдемі. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.